бастысы жаңағы бесінші деление жайлы түсіндірем дедіңіз сол жерде. Деление ғана ол жерде қазір жаңадан тағы да екі тренажер қосылып жатыр. Я біртіндеп айтып берейін да. Жалпы бесінші деңгей бұл джедайский деңгей деп аталады. Кім Катя Кутилова, кім Дарья Трудневаның сіңлісі солай атайды да. Джедайский дегеніміз анау Звездные войны деген бар ғой. Сондағы джедайлар туралы ғой. Сонда бұл жерде бір жоғары, өте жоғары деңгейдегі проработкалар болатын. Сондай деңгейдің білімдерін береді. Яғни бірінші түсінетін нәрсе 5-ші деңгейге келген кездерде біз жаңа самооценка норма деп айттық қой да, сол екеуіне мүлде арылады екенбіз. Яғни нормаға да қатып қалмаймыз, самооценкаға да ешқандай привязка болмайды. Себебі біз 5-ші деңгейде, Айсұлу, естатсың ба? Иә, естіліп тұр. Себебі 5-ші деңгейде біз самооценкамен екеуін өзіміздің мақсаттарымызды да, жалпы самооценканы нормаға келтіреміз дейді да. Сөйтіп самооценкадан вообще шығамыз. Өзімізді өзіміз бағаламайтын боламыз. Себебі біз 5-ші деңгейде самооценканың түбін қазып тауып аламыз. Өз обучениесінде бірден проработканы солай ұсынады. Сен дейді самооценкаңды түбін тауып, самооценка неге завязаны? Соны түбін тауып проработка жасайық деп сабақтар солай басталады. Немесе сен норманы қабылдамай тұрсың ба? Оның түбі қайда? Сондай бір екі проработканы ұсынады, самооценканы проработка жасау, немесе норманың түбін табу. Выход из них дейді да. Сөйтіп сол білімдерін алып жатқан кезде, сабақтарын алып жатқан кезде проработка жасау арқылы мүлде самооценканың, яғни біз керісінше жасаймыз да. Мен егер самооценка деген тренажерда мен мықтымын, егер мынандай болса ғана деп табатын болса, ал бұл жерде мен мықты емеспін, мүлде. Я не классная деп басталады тренажер. Я не классная. И что будет? Сол кезде установкалар шығады ғой, әртүрлі. Мынау болмай қалады, анаған жетпей қалам, мындай деген сияқты установкалар шығуы мүмкін. Бәрін отвязка, яғни проработка жасау арқылы біз мүлде классный болмасаң болмай-ақ қой, ештеңе етпейді деген сияқты да. Керісінше біз жаңағы мен классный боламын, мен күшті боламын, мен өзім мықты боламын деген сияқты бір бағытта ғана жүре берместен, ал болмасам не болады деген сияқты қараймыз да. Мен классный болмасам болмай-ақ қойдым, не болуы мүмкін деген сияқты қараймыз. И соны проработка жасау нәтижесінде біз ондай болмауымыз мүмкін емес деген бір түсініктер келеді. Вот бұны проработка от обратного деген тренажерменен түсіндіреді Дарья Труднева. Проработка от обратного деп отырғанымыз, яғни өзіңнің бір қойған мақсатыңа сен жетпесең не болады деген жағдайлардың барлығын қарастыру. Кейде болады бұл страстные цели деп аталады бізде. Жай біздің қалауымыз, тілектеріміз бар да өмірде. Мынандай ақшам болса, мен мынандай жаққа барсам, мынандай қатынасым болса, немесе мына проработкадан жазылсам деген сияқты жай тілектеріміз болуы мүмкін. Одан басқа бір өмірімізде болады бір вау, осы бір тілегім орындалса, прям енді болды, бұл өмірімнің мәні сияқты. Мен осыған жетпесем болмайды деген сияқты тілектер болады. Сондай тілектерді біз жаңағыдай не деп айтамыз, страстные цели деп атаймыз. Страстные цели адамға негізі бірден келе бермейді екен. Оларды проработка жасап, оларға жету кішкене қиындау. Оларды өйткені біз өзіміздің самооценкамызға қатты байланыстырып тастаған боламыз. Вот 5-ші деңгейде біз өзімізді сол мақсатқа жетпесем не болады деген кері проработка дейміз ғой, от обратного деп аталады тренажердің аты. Сол арқылы біз одан болмау мүмкін емес деген күйге дейін өзімізді келтіре алатын жағдай. Негізі бұл кішкене қиындау тренажер, бірақ бір рет, екі рет жасағаннан кейін үйреніп кетесің, обязательно. Себебі бұл кеше даже сопровождениені көрдің ба, Дарья Трудневаның дүйсенбі күні болған. Кешегісін көрген жоқ. Почему результатов нет деген ба? Почему я не получаю результат? Я көрдім. Сондай барлық сопровождениесінде Дарья Труднева айтып ататыны 5-ші деңгейді ұсынамын дейді. Себебі 5-ші деңгейде біз көбінесе қазіргі адамдардың, пользовательдердің да осы методиканы қолданып жүргенде өзінің негізгі жай запростардың бәрін уже орындап тастаған. Былайынша қарасақшы, өмірде анаған жетті, мынаған жетті, өзіне ұнамайтын нәрсенің бәрін уже проработка жасады, өмірінде бір қалыпты жағдай. Бірақ бәрімізде бір страстный бір армандарымыз, мақсаттарымыз бар. Оған жету бір мүмкін емес сияқты әлде де да. Вот сондай мақсаттарыңды осы 5-ші деңгейде проработка жасаңдар деп ұсынады. Сол кезде біз ойлаймыз, ал жетпедім мен оған, мен ешқашан мындай болмаймын, ешқашан мынаған жете алмаймын, ешқашан тұрмысқа шықпаймын, ешқашан балалы болмаймын деген сияқты. Сондай нәрселер проработка жасаған кезде енді установкалар шығады. Әр установканы жою арқылы адамға дейді бірінші смирение келеді. Жақсы болмаса болмасын, көндім мен осыған деген сияқты. Осы смирениені
әбден өзіңе сіңдіріп жарайды деп бір көнесің ғой, сондай бір көнген жағдайда қайтадан алып жасау керек дейді. осы Көніп жерде тұрған қысқаша жағдайда түсіндірейін. кезінде, я қайтадан ары қарай жалғастырсаң, Мгм. сенде ары қарай бір тағы да установкалар шығады. Бұған не дейді, жетпеуім мүмкін емес деген сияқты сезім келгенше жасайсың дейді сол кезде. Вот сондай сезім келген кездерде сен ол мақсатың міндетті түрде орындалады. Сен жаңа бала туымы мүмкін емес деген саған сезім келеді, тумау мысалға да, балалы болмау менің мүмкін емес. Немесе мен жаңағы бір 10 миллион ба 20 миллион проработка жасап жатырмын, оны алмауым мүмкін емес, мен ол келеді маған деген сияқты бір твердый сенімділік ішімізден пайда болады. Соған дейін проработка жасай бересің дейді. Кейде мысалға да автордың өзінің ұсынысы, кейде бұл бір күндік проработка емес. Жайсан апай, иә қиын деп жазып жіберіпсіз. Қиындау, бірінші кездерде қиындау. Және ол бір күнде бітетін проработка емес. Күнде қайтып келеміз. Себебі күнде әртүрлі установкалар шығып жатуы мүмкін. Өзіміздің страстный мақсатымыз бар ма? Ең үлкен қол жетпей жүрау деген. Оны күнде келіп істеп тұрамыз да, соныменен міндетті түрде бізге жаңағыдай ощущение келеді. Ол мақсатым орындалмауы мүмкін емес деген сияқты. Мен өзім түсінген, кешіріңіз бөліп жүрген бе? Осы жерде түсінген қысқаша былайынан түсіндіріп жүрсем бола ма? Болады ғой адамдар, мысалы үшін бұрындары бізге любой тренингқа барған кезде успешный адамдар жайлы түсіндіреді, иә? Успешный адам болу үшін сен қандай да бір қиындықтан өтуің керек. Сен осыны ты должна перебороть себя деп түсіндіріп жатады, иә? Мысалы үшін тренингтарда. Ол Дисней мысалы үшін бір киноны түсіру үшін қаншама компанияға барып, 320 банкқа барып, қана последний моментта 301 кесінде ғана әйтеуір одобрение алып кредит алған екен. Сол сияқты олайнан действие керек емес сізге, жаңағы адам от обратного да, сіз олайнан өмір сүріп қиындықпен жаңағы өмірде көріп керек емес, сен ойлау жаңағы переживешь дейді ғой. Сен просто переживешь. Тренажер арқылы үйіңде отырып та, мақұл бір күн, 2 күн да сен оны проработка жасау мүмкін. Мақұл бір апта істерсің да, бір үлкен мақсаттарың болатын болса. Бірақ сен бір аптаның ішінде жаңағыдай шынымен ғой, материальный затрат кетірместен да, анда барып, мында барып, кейде болады бір даже өзіңді көп айтатындар бар ғой, бай болу үшін дейді, сен тренингтерде айтады. Сен анау үлкен ресторандарға кіріп көрің дейді. Ресторанға барып, бір шыны шай ішсең де, сен сол ресторанда отырып өзің сезінуің керек дейді. Сондай атмосфераны сезінуің керек. Сен қымбат салат заказ бердің дейді. Сонда сен ішің ашып отырады, өзің тиынсыз жүрсің да, мысалы ақшаң жоқ. Бірақ барып өзіңді жаңағыдай атмосфераға отырғызуың керек. Последний ақшаңа сен обед ішуің керек сол жерден да. Сонда сенің миың үйретеді да ол жерде. Вот зачем деп ойлаймын да мен мысалға да, можно прожить, да, жизнью прожить. Или же тренажермен можно прожить. Вообще тренажер деген нәрсе, пилотный тренажерлар бар ғой, самолетті да летчиктеріміз бірден самолетті айдап кетпейді ғой, олар пилотный тренажерға отырып, оказывается, үйренеді, жылдап үйренеді бірінші управлять самолетом. Сосын барып оларды уже сол жерде тренажерда олар мықты нәтиже көрсеткеннен кейін барып оларды самолеттің штурвалына отырғызады. Сондай сияқты да, бұл жерде де сен барып, анда басыңды ұрып, мында басыңды ұрып жүргенше тренажерға отыр да, өзіңнің проработкаларын жаса. Ал мен мынандай болмай қалды, не болады? Бүкіл күйді сен өзің сол кезден уже күйді кешесің да, өзіңнің басынан кешесің, сол эмоцияның бәрін өзіңнен жүрегінен өткізесің. Сол өміртен сияқты, иә? Сөйтесің да, уже оның өмірде ондай жағдайды өзіңе басына келтірудің қажеті жоқ. Ойлау арқылы келтіресің. Ой арқылы, эмоцияны сезіну арқылы, прожить эмоции дейді ғой. Біздің миымызға өйткені бәрібір ол шынайы өмірде ол эмоцияны көре ма, немесе өзінің осындай проработка кезінде ол сезіне ма ол эмоцияларды. Оған бәрібір шынайы немесе жалған өмір деген жоқ. Сезім деген ол сезім. Ол қазір бар, бізде бар. Дәл қазір сезіледі. Оны қалай сезінсең де сезіне бересің. Кейде болады бір нәрселер сразу есіңе түсіп кетеді, бір триггерлер, бір нәрселер көресің ғой. Музыканы естіп қаласың, баяғы жастық шағындағы. Сол кезге түсіп кеткен сияқтысың да. Өйткені біздің миымызға бәрібір нейрондық миллиондаған байланыстар миымызда тұрған. Олар автоматически қазір қосыла салады. Қазір сен сол жерде жүргендей болып сезіне саласың, сондай да. Немесе қорқыныштарыңды сондай. Бірдеңені қорқасың ба, қорқынышты есіне түсіріп кетсең, сен сол қорқыныш прям дененің бәрі соған реагировать етеді. Адреналин бөлінеді, жаңағы бір гормондардың бәрі бөлінеді, стресс болады деген сияқты. Ол міндетті түрде миымызға бәрібір
мои эмоции деген тренажер жайлы айтуым келеді. Біз кейбір адамдарда эмоциясы жабық келеді мысал үшін. Сол осы тренажердің арқасында ең бастысы адам шынымен де эмоцияны сезініп үйренеді, иә, осы тренажердің арқасында ең бастысы. иә Жаңағы эмоцияны сезіну арқылы адам айтады ғой, любой жетістікке сен эмоция арқылы жетесің. Күлу арқылы, мысалы үшін жылау арқылы, сол арқылы сен эмоцияңды көрсете алған сайын сен арманға деген қадамын тез келесің, иә. Осыны ең бастысы эмоцияны сен сыртқа шығара аласың. эмоция дегенді көп адамдар бірінші айтқан кездерде эмоционалды болу дегенді біз андай деп ойлаймыз, бір сәл ауытқып кеткен сияқты адамдар сияқты да. Эмоционалды күй деген кездерде адамдар сөйтіп ойлайды, қатты қуанып кететін немесе қатты жылап кететін нәрсе, бір шектен шығып кеткен эмоциялар бірден есімізге түседі. А негізі эмоция дегеніміз бұл біздің жанымыздың, подсознанияның бізге беретін әртүрлі күйлері. Кино көріп отырып жылағың келсе сен жылайсың, ол бір сен бақыламайтын нәрселер да, біздің өзіміздің жүректен өзінен өзі шығады. Қуанам десең өзінен өзі қуанады сен. Кинодағылар әрине артистер уже эмоцияларын бақылап үйренген, олар тез бір денелерді есіне түсіріп жылайды, немесе басқарып үйренген. Жай адамдардың бәрінде ондай емес. Может үйренгендер де бар шығар. Бірақ эмоция неге жабылып қалады? Жаңа сен айтып кеттің, кейбіреулерде жабылып тұрады. Біз бір кезінде эмоцияны кішкентай балалар проявлять ете береді ғой, олар барлық эмоциясын жасырмайды. Жақсысын да жаманын да көрсете береді. Біз өсіп келе жатқан кезде біз айтамыз, қой, ер балаға жылауға болмайды деп тыйым салып тастаймыз. Немесе қыздар қақылдап күліп жатса, қыздарға күлуге болмайды, жараспайды, ұят болады дейміз. Сөйтіп біз эмоцияны шығарудың өзі дұрыс емес деп сондай бір установканы басына енгізіп қоямыз адам, кішкентай өсіп келе жатқан адам. Сөйтеді де ол жабылып қалады. Немесе бір кейде болады, қатты бір қуанған кезде, неме дейді анау, көп күлгеннің арты бір жылайсың, көп күлген бір жылар деген сияқты. Иә, өзім кішкентай кезімізде көп айтатын сол нәрсе. мақалдар көп айтатын. Иә, мақалдатып сондай нәрселер миымызда отырады ғой, көп күлсең бір жыларсың деген сияқты. Сөйтеміз да, қой, күле бермейді деп өзіміз тоқтатамыз. Сондықтан эмоциялар содан жабылып қалады. Сосын бір эмоцияларға тағы да стресстер болуы мүмкін да. Мысалы біреу қайтыс болып, қатты жылап, жаңағы эмоцияңды шығарып нетуі мүмкін. Сосын уже жылау, не деген сияқты өзіңе жылаған кездерде сол жағдай есіңе түсіп тұрады да, сондықтан сен өзіңді өзің тиясың, өзіңді өзің тоқтатасың. Эмоцияңды сөйтіп жауып тастайсың да. Міне жаңағы ең бастысы осы эмоцияны шығарып үйренген көмектесе, осы 5-ші өлеңде қатты көмектеседі, иә. Түсінген бойынша прожить деп тұрмыз ғой, осы өмірді сен кешесің ғой, сен ол жаңағы арманына жетпедім деп сен крест қойып тастайсың өзіңе, иә. Сен жетпеймін осы бетте, сен бұл арманды мүлдем жете алмайсың деген сияқты. Содан кейін сен от обратного артқа қарай келген кезде сен неге жетпеймін деген адам күрес болады, эмоциясы оянады, намысы оянады дейді ғой. Сол намыс арқылы сен жаңағы от обратновадан шыққанын өзіне ыңғайлы, иә, сонда эмоцияны шығару арқылы сен кәдімгідей өмірді көріп тастаған сияқты бір ощущениеда жатасың. Содан кейін уф деп последний уже проработка жасап біткеннен кейін, ой, шынымен де мен қалай да жетемін ғой деген сияқты уже сенде намыстан кейін бір сенімділік оянады, иә, сонда. Сенімділік оянады сонда. Иә. Сол сенімділікті өзімізге ұялату үшін осындай тренажермен жұмыс істеген өте пайдалы. Жаңағыдай тасқа бір нәрсеге ұрынып, өмірде барып, көріп, істеп жүрудің қажеті жоқ. Соның барлығын істеп көрудің. Эмоционалды түрде көруге болады. Бұл ата-брат бір тренажер. Деление деген екінші тренажер, 5-ші деңгейдегі. Бұл жалпы айтар едім да, адамзатты Алла тағала жаратты, оған ешкім күмән келтірмейтін шығар қазір. Тем более ораза айында, Рамазан айында біз құлшылықта жүрген адамдар, құлшылыққа адам қалай келеді? Иманы бар адамдар, немесе Құдайға сенген адамдар келіп жатыр да, оразаны ұстап жүргендер сондықтан. Себебі біз білеміз, бір құдірет бар, Алла бар. Білмеймін, оны біреу Құдай дейді, біреу Будда деуі мүмкін, біреу орыстарымыз, христиандар өзінің жаңағы әркімнің бар, иә? Әркімнің өзінің бір сенген нәрсесі бар. Бұл жерде оларды осуждать етіп, олар бөлудің қажеті жоқ. Әркім өзінің жүрегіндегі бір сенімі болады, соған сенеді. Мен мысалы біреулер айтып жатады, осында бізде кришнаиттер бар, немесе біреу сенім қауымы бірдемеге сеніп кетті дейді. Мен айтамын, қайта жақсы емес па? Адам бір нәрсеге сенген. Әйтеуір бір высший сила, бір Құдай, Алла дейсің бе, басқа деп атайсың бе, кім қалай атаса да бір нәрсеге сенеді ғой. Бір құдіреттің барына сенеді ғой. Ол деген жақсы. Сонда мысалы Алла бізді бәрімізді жаратты. Адамның ешкімді ала алмайды. Шариғатта да айтады, адамның бәрі бірдей жаратылған. Бәріне бірдей қол, аяқ, бәрін бірдей қылып берді. Әрқайсысын тағы ерекше қылып берді. Яғни біреу мұндай деп бөлудің қажеті жоқ.
біз просто өзіміз социумда өмір сүргендіктен біздің эгомыз бар, мысалы да, это социальный оболочкамыз ғой біздің тәнімізбен байланысты. Эгомыз просто өсу барысында, даму барысында әртүрлі өзіне бір ой тұжырымдар жасайды. Мынандай болуға болады, мынандай болуға болмайды. Әке-шешемізден бастап та, мысалға, сен күлме, сен жылама, сен бүйтпе, сен үйтпе деген сияқты. Сондай бір тәрбиеде өскен адамда сондай ой тұжырымдар қалыптасады. Сөйтеміз де біз ойлаймыз, байлар деген андай екен ғой, кедейлер деген мұндай екен ғой, жаңағы жалқау деген мұндай, жауапкершілікті алатыны мұндай, жауапкершілікті алмайтыны мұндай, жақсы деген бар, жаман деген бар деп. Мектепте жақсы деген немене, жаман деген немене деп жаттаған едік әбден да. Сондай нәрсенің бәрін біз социумның шаблондарымен бөлеміз, өйстіп деление болып кетеді да. А негізі бәріміз қарасақ, біз рух деңгейінде бәріміз бірдейміз. Ешкім ешкімнен артық емес, кем емес. Просто біздегі айырмашылық тек қана біздің ойларымызда, ой тұжырымдарымызда. И жаңағы өзіміздің түсінікті қабылдауымызда ғана. Ой тұжырым деген нәрсе, ол просто ой ғой, былай қарағанда, ой материалданады, ой өзгереді дейміз да. Ой бұл энергия просто, қарап отырсақ. Ой өзгеретін болса, неге біз қазір просто алып сол ойды өзгертпеске? Ойды өзгертетін тренажер бар екен. Тез өзгертуге көмектеседі. Негізі басқа да практикалар бар. Аффирмация айтып та өзгертуге болады 1 жылда, 2 жылда, 1 айда, может быть, кейбірлер. Жазып, жаңағы практикалар бар ғой әртүрлі. Эзотерикада жаңағы бірдеңелерді істеп қойып, соған сеніп, свече жағып, бірдеңе деген сияқты. Сенген нәрсең орындалады. Бүкіл нәрсеменен істеуге болады. Немесе тек қана дұғада болып та істеуге болады. Қазір көп адамдар сөйтіп жүр, мысалы да. Ораза кезінде мен өзім де қатты сенемін. Оразадағы дұғалар міндетті түрде орындалады. Бұл өзі сондай бір не? Ай, қасиетті айда біздің барлығымыздың, барлық жаман нәрселерден, жаман ойлардан тыйылатын кез. Сен тамақты ғана ойлай бермейсің, сен құлшылық жасайсың, сен ойыңды өзің тазартасың. Ішінен тек қана благодарность дейміз ғой біз. Шүкіршілік айтамыз, шүкіршілік дегеннен сәл благодарностьтың несі? Бір шеті деп айтар едім, мен тек қана шүкіршілік емес, бұл жерде ризашылық сезімі болу керек. Шүкіршілік деген ол өзіміздің желанияларымызды жауып қою, барына қанағат тұту. Ол да жақсы шариғат бойынша. Бірақ ол смирение деп атаймыз оны. Мен сол қатарға жатқызамын да, смирение это бір барына, болды, осымен бола бер, одан артыққа сен талпынбай ақ қой деген сияқты нәрсе да. Керісінше адамға Құдай барлығын беріп жатыр. Айтады ғой дейді да. Мен саған, вообще Құдайдың құдіреті шексіз, бәрін беріп жатыр. А біз шектейміз өзімізді өзіміз. Өзімізді өзіміз, маған болмайды ғой, ана ондай ғой, мына ғой деп өзіміздің ойымызбен шектейміз. Сол шектеуді жойсақ, шектеудің бәрі ол не, тек қана ойлар ғой, ол да ой. Ойларды біз жаңағыдай сопротивленияға кіреміз, немесе установка дегенге кіреміз да, сөйтіп алып тастаймыз. Жай санап сізден сопротивление болды ма? 3-ші деңгейді қайталайсыз да өтесіз. Ол сопротивлениеден хабарласыңыз, осыдан кейін өткіземіз. Сопротивлениеден ата өтіп кетсең, ары қарай жақсы өтеді. Нақты өзіңізге деген. Айтады ғой, за шкурки бери, өзіңді жаңағы былай заставить етіп отырсың да. Шүкір етсең маған, тағы берем саған дейді. Шүкір етеміз, и сұрап білуіміз керек. Біз шүкір бопты деп, и сұрамай қаламыз ғой. Ары қарайшы не керегін айтпай қаламыз ғой. Шүкіршілік деген жақсы, бірақ құдіреттен, Құдайдың соншалықты молшылық энергиясынан біз отказ бермеуіміз керек. Барлығын береді. Барлығын береді, егер біз сұрасақ, өзімізге рұқсат берсек. Мен соған достойнымын ғой деген сенде сезім болса. Сұра береді. Шүкір ғой, шүкір деп мен көп нәрсе, мен 25 жыл ғой шүкірлікпен өмір сүріп келе жатырмын. Өмір бойы сөйтіп келе жатырмын да. Шүкір ғой, үйіміз бар, әйтеуір үйіміз бар. Шүкір ғой, әйтеуір күйеуім бар. Шүкір ғой, әйтеуір жұмысым бар деген сияқты да, олай болмайды екен. Одан да жақсы үйге, одан да жақсы өмірге талпыну керек. Лайықтым, одан да жақсысын, лайықтым деп өзіңді термелеу. Береді, Алла сен просто өзің сұрасаң береді. Сұрамасаң ол саған бермейді, сен өзің не қалайтыныңды білмесең, не керегін сен білмесең, не береді ол бізге? Мен бір бай, үлкен жаңағы кәдімгідей бай кісінің тренингін көріп жатырмын да, содан кейін өзінің жаңағы шүкіршілік туралы айтып жатыр да, сосын айтады, мен миллионер екенімді барлығы біледі дейді. Миллионер екенімді. Бірақ мен де білемін дейді. Содан кейін таксиға мінген кезде, мысалы үшін, мен обязательно таксистқа айтамын дейді. Мен сенің жаңағы сумманнан кем төлейді екенімді айтамын дейді. Мысалы үшін, 1000 теңге деді ма, 1000 теңгені 800 теңгесін ғана төлеймін, давай скидка жаса деп айтамын дейді. Сол кезде ана таксист бетіне бүйтіп қарайды дейді.
сен қалай миллионер бола тұра сен былайынан маған аз төлейін деп жатырсың, ол менің еңбегім деген сияқты осылайынан енді түсіндіріп бағады. Жарайды енді көнеді не болса да деп, таксист өйстіп көнеді екен. Бірақ та ең соңында айтады, именно шығып бара жатқан кезде барлық толығымен төлейін дейді, жаңағы қанша деді таксист сол сумманы, бірақ та ең соңғы қалған тиын саған садақа деп айтамын дейді. Қалған тиын саған садақа деп айтамын дейді. Сонда айтады да, қандай сен миллионер болып тұрсаң да сұрап үйрен дейді да. Не болса да сен шүкіршілік деп айтпа, сен қалай болсын сұрап үйрен. Алла тағалаға жаңағы сұрап, ол адам скидка сұрап тұр ғой, былай қарап тұрсың, миллионер бола тұра. Скидка сұрап тұр, ал қалған өз еркімен садақа беріп тұр. Иә. Жақсы да, тек қана сұрағанын бердім емес, скидка сұрап алып, содан артығымен беріп тұр да, өзіне сауап жазып тұр. Әдемі екен. И тағы да менде Стив Джобстың бір несі есіме түсіп кетті осы жерде. Бүйтеді да, бір журналистка келіп алып, сіз миллионерсіз, осындай жағдайға қалай жеттіңіз дейді, интервью алып жатады дейді да. Сөйтсем, кім жаңағы журналистке чековый книжканы береді екен да, мына жерге қалаған суммаңды жаз деп айтады екен. Ана қыз дағдарып тұрып қалады да, сосын айтады, мен сізден бұндай нәрсе сұрап тұрған жоқпын, мен сізден интервью алуға келдім. Сіз жалпы осы жетістіктерге, осындай жағдайға қалай жеттіңіз деп өзінің сұрағын қояды дейді. Екінші рет сұраса, тағы да жаңағыдай чековый книжка келіп, мынаған любой сумманы жазшы қолыңмен, саған беремін осы деп айтады екен да. Қалаған суммаңды жаз, осы чековый книжка сенікі деп. Қыз ыңғайсызданып тұрып жаңағыдай, жоқ, мен сізге ондай нәрсе сұрап тұрған жоқпын ғой деп өзінің сұрағын қояды дейді да. Үшінші рет қойған кезде де жинап қойып чековый книжканы айтады дейді. Мен дейді, көріп тұрсың ба, мен саған қанша мүмкіндік бердім, 2 рет бердім, 3 рет бердім мүмкіндікті. Сен мүмкіндікті аламай тұрсың. Да? Ал мен өз мүмкіндіктерімді жібермедім, сондықтан мен жетістікке жеттім дейді. Осындай жетістікке мен сол мүмкіндіктердің барлығын жіберместен, барлығын пайдалану арқылы жеттім дейді. Сондықтан біздің миымыз соншалықты шектеулі болғаны, бізге Алла тағала беріп тұрса да, беріп тұрған нәрсені біз алмаймыз ғой. Ана 42.500-ді де алғандар қайтып жібергендерді сол қабылдай алмай тұрған адамдар ғой. Иә. Мысалы үшін мен жақында тоже богатый папа, бедный папаның несі бар ғой, авторы. Соның несін видеосын көріп жатырмын да, тоже айтып жатыр да. Айтам деген сөзімді ұмытып қалдым. Жерде Айнұр садақа деп айтса, ана таксист кісі біртүрлі болып қалатын шығар дейді. Бұл жерде бар ғой, Айнұр, ондай ол кісінің жағдайын енді өзі біледі. Өзі өйткені көнді, 800 берсең мақұл деп көніп тұр да, енді ана мінбей қалатын шығар деп 800 скидка сұрап тұрған кезде, жарайды, мінсең міне берші деп өзі көнді, былайынша қарағанда. Сам согласился на меньше. Жоқ, менің салоным 1000 теңгеге тұрады деп кетіп қалған жоқ. Сондықтан ол садақа деп айтса, ол қуануы да мүмкін. Мен 800-ге де келіскен едім ғой, маған 200 қайта артық беріп кетті ғой деп. Біртүрлі болады деп мен ойламаймын. Себебі оның өзінің мышлениясы, ойы сондайға келіп тұр, сондайға сай. Қабылдауына байланысты, иә. Бұл жерде әркімнің просто әртүрлі сезімдер ғой. Біз баспен ойлаймыз, логикаменен. Ананы білем, мынаны білем, андай болады, мұндай болады деп та. Ондай емес, сезімдерменен негізі ойнаған дұрыс екен. Мен жаңа бір соңғы проработка жасап көрдім да, ежедневный заданиеда берілген, саған жиі айтылатын бала кезіндегі установканы айт, әкештен саған жиі айтатын сөзді дейді. Есіме түсірдім, ең маңыздысы білімді бол. Мен действительно сол айтқанменен білімді бол, басқасы маңызды емес деп үйреткен екен. Сөйтеді да, біз, қараңдар, маңызды емес. Мен өмір бойы солай болып келген екен. Мен білімді болуым керек. Университет, мектепті, бәрі медальмен, красный диплом, кандидатский, анау, мынау, бүкіл нәрселерді меңгеріп, ғылыммен айналысып, сөйтіп жүресің да, білімді болу маңызды деп. Адамдардан да соны талап ететін. Сондай адамдармен араласқан жақсы көретін, сондай адамдар бағалайтын, мен білімді адамдар. Мен соңғы кезде түсініп жатырмын, тек білімді емес бұл, академиялық білім, ол дымда емес. Оказывается, эмоционалдық білім, эмоционалдық күйіміз қанша дегенмен маңызды. Ол білімді болу, мен өзімнің эгомды өсіргем. Өзіміздің сыртқы оболочкамыз. Біз 4-5% дейміз ғой, біздің сыртқы оболочкамыз. А жан дүниеміз 95%. Сонда біз, вообще мен өзімнің жан дүниемді зерттемеген, тыңдамаған, оның не қалайтыны мен ешқашан ісім болмағанда, просто эгоны өсіріп, социумда өмір сүре бергенбіз. Роботтар сияқты оқығанбыз ғой. Жұмысқа барасың, келесің, жұмысқа барасың, келесің, даже қарым-қатынасты қалай дұрыс құру керектігін де білмегенбіз. Соның бәріне мен енді үйреніп жатырмын, соңғы 3 жылда.
өзінің жанымды тыңдауды, нені қажет ететінін, нені қалайтынымды, сонда сол установканы қазір проработка жасау барысында маған сондай бір нәрсе келіп жатыр да. Басқасының бәрі мен маңызды емес деп санаған екен ғой. Маңызды емес деп ойлағанмын. Иә. Мысалы үшін болады ғой көбінесе жаңа айтады ғой тілек айтқанда да мысалы үшін бізде туған күндерде болсын кез келген жерде тілек айтып жатқанда айтады ғой ең бастысы денсаулығы мықты болса болды қалғаны өзі келеді. Сөйтіп бізді былай қарап тұрсақ көбінесе сөйтіп мен жаңа есіме түсіп жатыр да қанша установка ғой бір жағынан ол адамға деген. Ладно ол қайдан келіп жатады адамға белгісіз да әйтеуір о жарайды денсаулығы мықты болса болды басқа ештеңе керек емес деген. Өзімізді айтып көрдіңіздер ма, беріп жатқан нәрсені пайдаланбаймыз ғой біз сонда, басқасы маңызды емес деп та, басқа нәрсе керек емес деп беріп жатса да алмаймыз, көрмейміз, сондай болып тұрады. Миымыз сонда біз біз жаңағы айтып өткен мәліметтерді барлық жерде айтпайды. Негізі шынымен де иә. Біз мысалы үшін осы методикаға дейін біз білгенде жоқпыз. Установка деген не екенін, түп сана деген қалай жұмыс істейді екен. Мектепте болсын, университетте болсын, бізге бұндай информация бермеген ғой мүлдем. Иә, мысалы үшін мен бұны психологияға келген кездегі ең бірінші мен былайынан сұрақ келетін өзім алдыма. Ертең мен тұрмысқа шыққаннан кейін болашағым қалай болады екен? Мен болашағымда бай өмір сүру үшін не істеуім керек? Сен бай болу үшін кім болуың керек? Айтып жатады, жарайды, әншілерде де қарапайым адамдар, бірақ та әншілер ол қалайдан ерекшеленді? Осындай сияқты сұрақтар көп ойланатынмын да. Кәдімгідей басым толтырып алыппын. Сөйтіп жүріп әйтеуір деген кезде ізденіп сұрағаным келеді дейді ғой. Аллаға мыңда бір рахмет. Бұл вообще жай таныс арқылы алғанды мастер-китқа да мен жай танысым арқылы келдім. Мүлдем екінші рет қана өмірімде көрген адам арқылы бұл мастер-китті сатып алдым мен. Соның өзінде де мен ешқашан өкінбеймін, өте қуаныштымын, шыны керек. Көзім ашылып, жан-жақты мысалы үшін бала кезімізден біздің жаңағы тәрбиеге байланысты бала күннен бастап адамдар реніш болады екен. Ол ренішті қайдан табатынын біз өзіміз де білмейміз. Мысалы үшін біз ол ренжіп жатқанымыз, не үшін ренжіп жатқанымызды да білмейміз. Осы мастер-киттің көмегі ол ренішті сен өзің ойлап тапқаныңды түсінесің. Осознанность деген мүлдем кайфқа келесің ғой, кайфпен өмір сүруді үйренесің. Ешкім кінәламай, өзің жаңағы мақсатыңды нық қоюды үйренесің. Иә, мысалы үшін армандау деген не екенін білмей жататын адамдар бар. Мысалы үшін арманымды қалған адамдар арманды жазшы деп, мысалы үшін бізде техника бар ғой, бір 15 минут арманды жаз деп. Сол кезде арманын жазамай ойланып отыратын адамдар да болады ғой, мысалы үшін. Осындай сияқты. Мен өзімде бірінші келген кезде сондай болған, мақсатымды жаза алмаған, оказывается. Тек ойлайтын, мақсатың не деген кезде бала шаға маман есен әйтеуір жүрсек болды деген сияқты ғой, бір общий жалпы тілектерді айтасың да болды, басқа мақсат қоюды білмейтін тұғынбыз. Бірақ қазір мен айтар едім, тек мастер-китте емес, позитивный психология біздің айналамызда көп тарап жатыр. Интернетте қай жерді ашсаң елдің бәрі осы туралы айтып жатыр. Мен мысалы қазір бір блогерлер бар, жалпы қазақ аудиториясында енді лайфтаймға қатысам, жасырмаймын да оны. Қарасам, елдің бәрі үйретіп жатыр, айтып жатыр. Бірақ позитивная психология, бұл Құралай ханым мысалға көп айтады ол туралы да, Айнұр Тұрсынбаева айтып жатыр. Олардың айтып жатқандары, я өзің сондай күйге келтір, жақсы. Бірақ интернетте одан да басқа, орыстар болсын, басқа да болсын да, тек ол екеуі ғана емес. Барлығын айтып жатқаны өзіңді жақсы күйге келтір, жақсы ойла, аффирмация айт дейді, жаман ойды қуып таста дейді. Бірақ бар ғой, ешқайсысы нені үйретпейді. Қалай қуамыз оны, қалай жоямыз, себебі оның ішінде сенің түпкі санаңда ол жазылып тұрса, қалай одан құтыласың, сол туралы көп адамдар айта бермейді. Сосын көп мысалы кітаптардың өзінде де ол туралы көп жазылмайды. Ал методиканың бір ерекшелігі, оның барлығының установка екен. Сол установка деген белгілі бір біздің жасаған ой тұжырым ғой. Даже реніштің түбінде бізде бір ой тұжырым жатқанын, қорқыныштың түбінде бір ой тұжырым жатқанын, немесе басқа бір непринятые качества дейміз, күшті керемет тренажер. Иә. Өмірде все можно деп үйренеміз ғой, мысалы үшін. Соның барлығында бір установка тек қана жатқан. Сол установканы тауып жойсақ болды ғой, барлық мәселе шешіледі. Соны осы тек қана методикада үйретеді, мастер-кит методикасында. Білімі бұның басқашалау. Бұл жерде жақсы ойлай бер, жақсы болады дей бермейді. Просто не дейді, жараны түбіменен іріңдерінің түбін тауып жоюға көмектесетін нәрсе да бұл. Бұл жердегі сұрақтар да бір түрлі. Мен біраз неде
блогтарда жаза бастадым ғой да, не үшін бұл маған қайырлы, не үшін бұл маған қажет болды деген сұрақты тентексің ба дейді. Мына бұндай сұрақ қоямын екен. Не үшін керек маған ешнәрсе? Ол керек емес маған. Дедім, қазіргі сенің күйің бұл саған қажет болған. Сен өзің шақырып алдың бұны десем, қой, бүйтіп айтпаймын деп. Елдің бәрі сөйтіп айтады да, жаңағы түсінбейтін нәрсе, теория бойынша да. Теориясын білмейтіндер қабылдай алмайды. А бұл методикада біз кішкене басқашалау ойлауға үйренеміз. Білімдердің бәрі сондай, өзіңнің ішіңнен ізде дейді. Барлық кезде сенің выгодаң бар. Барлығында сенде өзіңнің себебің бар, өзіңнің установкаң бар дейді. Соны тауып, соны жоюмен айналысады. Мысалы үшін мен ең жақсы көретінін айтып өттім ғой жаңағы качество деп, тренажер качество. Мысалы үшін качествода біз ең бастысы дуальностьті қабылдаймыз ғой. Жақсының жамандығы, жамандықтың да жақсысын, жақсылықтың да жақсысын. Сол екеуінің дуальностьті ортасына келеміз. Мысалы үшін бұрындары жақсы, жаман болуға болмайды деп үйреткен адамдар көп. Иә, мысалы үшін сен өзіңнің айтқанды істей беруге болмайды деген сияқты адамда шектеулер болуы мүмкін. Тек қана өзіңнің айтқанымен жүрме деп. Сондай шектеулерден сен арыласың. Ол техника шынымен де ешкімде жоқ қой. Расымен де қанша мен де марафондарға мен тоже айтамын, көптеген марафондарға қатысамын. Құралай ханымда, Айнұр Тұрсынбаеваның да барлық марафондарына қатысамын. Оларда мен білім үшін және де өзімнің алдағы уақыттағы аудиторияма бере алатын білім үшін айтады ғой, әрдайым өсіп тұруым керек деп. Сол себептен де мысалы үшін шынымен де бұл тренажерлардың ерекшелігі соншалық басқа ешқай жерде кездестірмейсің, иә? Ерекше. Білімі де ерекше ғой, тренажер ғана емес та бұл жерде. Айтатын білімі де басқашалау. Позитивті психологиядағы білімдер емес, бұл жерде басқаша сұрақты қояды. Өзінің ішінен іздеткізіп, сұрақтары басқаша болып тұрады. Барлық себеп. Қазір енді жаңадан екі тренажер қосылып жатыр екен, 1 майдан бастап шығады. Оны не істеп жатырмын? Огонь жаңалықтар дейді ғой. Мен де жаңа сторисімен қойып қойдым. Огонь жаңалықтар 1 майдан бастап 5-ші деңгейге тағы да 2 қосымша тренажер қосылып жатыр. Бұл 5-ші деңгейі бар барлық адамдарға, пользовательдерге автоматически қосылады. Автоматически қосылатын нәрсе благодарность деген және эмоциональная боль деген 2 тренажер. Бұл тренажерлардың шығу себебі, біз обиданы проработка істеген кездерде біз обиданы жоямыз, бірақ ары қарай керісінше жағы бар ғой, эмоциональный несі, дуальности деп айтуға болады бұнда, да? Соған противоположный нәрсе. Бұл ризашылық сезімі. Вот ол бізде әлі болмаған болатын. Обиданы жоямыз, бірақ риза емеспіз әлде де. Иә? Сондай сияқты сол ризашылық сезімді проработка жасау үшін пайда болып отыр да. Оның енді отзывтарын біз әлі жасаған жоқпыз ғой, бірақ мен бір шамасын біліп тұрмын. Себебі бұндай техниканы бізде сентябрь айында марафон өткенбіз. 2-ші деңгейі бар адамдарға марафон өткізген Дарья Трутнева. Сол жерде обиданы проработка жасау үшін мен сендерге мынандай техниканы үйретейін деп Дарья Трутнева сол кезде марафонда берген болатын. Егер сен біреуге благодарный болмасаң, не үшін екенін жазғын дейді. А ол сенің барлық установкаларың шығады дейді. Мен мысалға да мен әке-шешеме проработка жасағам обиданы. Бірақ сол марафон шеңберінде мен тағы да жасап көрдім. Анама мен риза емеспін дейсің. Қалайша сен риза емессің? Не үшін риза емеспін деген сұрақтар қояды да. Сөйтесінде жазасың, мынау үшін, мынау үшін, мынау үшін. Былайша қарасаң, сен ол үшін ренжіп жүрген жоқсың, бірақ сол үшін сен әлде де оншалықты риза емессің. Ал келесінде соны тренажерменен отработка жасайсың. И сол кезде сенің бар, ол тек қана сенің ойың екенін келеді. Сенде бір бар ғой, анау бір жай просто установка екенін түсінесің да, ризашылық сезім өзінен өзі пайда болады ғой. Сен уже обида емес, обиданың кері жағына эмоциялық жағдайың сен, яғни жоғары көтеріледі да, риза болып, ризашылық сезім пайда болады адамдарға. Мысалы үшін менде күнделікті өмірде енді қалай болмасын болады ғой, әртүрлі жағдайлар. Кейбір адамдар мысалы үшін үйдегі жағдайларда бір қыз бала эмоционально келген кезде ренжіп қалатын сәттер болады, иә. Болмашы затқа ренжіп қалған кезде сен біліп тұрасың, сен ол ренішті өзің ойлап тапқан, не үшін ойлап тапқан, бірақ та соның өзінде де ренжігің келіп тұрады. Өйткені ол саған польза, қандай да бір пользаны тапқың келеді, қандай да бір польза көріп қалғың келіп тұрады, немесе бір айтады ғой, ухаживать, бір қандай да бір айтады, ласканы көңіл бөлгенін қалап тұрасың ба, айналамады деген сияқты. И сол кезде проработка жасаған кезде обидаға уже күлкің келеді да, ең соңында жаңағы эйфория пайда болған кезде сен кәдімгі отырып өз-өзіңе күлесің ғой, әйтеуір деген кезде жаңағы ренішті босатқаннан кейін өзіңді. Басқа жерлерде мысалы үшін бұндай шынымен де тренажердің сол жағы плюс та,
хоть қандай уақытта болсын да сен әйтеуір кіріп аласың да проработка жасайсың да и все күшті болып шығасың. Бұға 5 минут бұрын қандай болдың, 5 минуттан кейін қандай болдың деген сияқты актрисалық оянады. Иә, сенің просто проработка деп отырғанымыз ол өзіміздің жанымызбенен байланысқа түсу. Ол не қалайды, ол не ойлап тұр, соны білеміз, соныменен біз келісеміз, келісімге келеміз. Иә? Проработканың әрбір сөзі өзімізбен өзіміз келісімге келтіру. Сөйтіп келісімге келгеннен кейін, әрине сенің басқарып отырған сенің жан дүниең ғой негізі да. Жан дүниең рахаттанады ғой. Сен оған келісіп, екеуің бір келісімге келген кездерде, екеуің бір жаңағы ой тұжырымға келген кездерде, ол әрине рахаттанады. Сен бар көңіл күйің шынымен эмоцияң үстіп шығады, жаңағы эйфория болды дегеніміз сол. Себебі өміріңді сені бәрібір 95%, 97%-ға дейін даже сенің подсознаниең, яғни сенің жаның басқарып отыр. Сен емес, эгомен емес, біз денем деп ойлауымыз мүмкін, эгомен мен басқарып отырмын, логикамен да, мен ақылдымын, мен мықтымын деп та. Жоқ, қателесесіздер. Біз онымен басқарып отырмыз деп ойлаймыз. Бірақ біздің бәрібір көңіл күйіміздің жоқтығы ол не? Ол жанымыздың, күйіміздің состояниясы. Жанымыздың басқа нәрселер, сенің күле алмауың, сенің немесе керісінше өзіңе өзің күліп ойнап кетуің, оның барлық сенің жаның басқарып отыр. Сондай күйге келеді, проработкадан кейін міндетті түрде адамның бәрі күліп, мәз болып жүретін осындықтан. Сондықтан жаңағы мастер-киті бар адамдардың бәрі айтады, жұрттар сырттан қараған кезде қуып кеткен ба, секта ма, өзімен өзі мәз болып жүреді. Бір түрлі адамдар деп қарайды. Себебі бізде көпшілік әлде де жаңағы өмірдің реалитетімен өмір сүріп жүргендерде ғой, бір өмірдің бәрі осындай, жаман ғой, анау мұндай, мынау мұндай деген сияқты бір ойлар бар ғой бізде. Бәрі бізге байланысты емес қой, өкімет өйтіп жатыр, мына бір коронавирус келді, бәріміз карантинде нетіп қойды, үйтіп қойды, бүйтіп қойды. Елдің бәріне жауапкершілікті жан-жаққа таратып тастаған кездерде біз мен емес істеп жатқан өмірді басқа біреулер, басқалар виноват деп жүрген кездердегі позиция. Біз негативті өзімізге кіргіздірмейміз ғой. Мысалы үшін, шынымен де мастер-киті бар адамдар негативті өзіне қондыртпайды. Оны мысалы үшін позитивке айналдырып жүреді. Позитивке айналдырып жүресің. Мысалы үшін мен осы күнге дейін шыны керек сенген де жоқпын коронавирустың барын. Мен оны ойладым. Сенген жоқпын. Карантинді мен жауып тастағанмен бәрібір білмеймін. Бірақ рет болды. Ол жаңағы жақыным алыстан жаңағы Алматыда Қарағандыға келе жатқан кезде ғана мен сезіндім. Ол енді жақын болғаннан кейін. Оның алдында мен мүлдем айтатынмын, бәріне қойыңдаршы, ол өтірік деп солайдан түсіндіретін. Өтірік ойлап табылған дүние, сенбеңдер, миларыңды ашпай қойыңдаршы деген сияқты. Шынымен де негативті қондырмайсың. Өтірік емес шығар, реальность та бар негізі да, ол енді бүкіл бәрі айтып жатқан соң неткеннен кейін бізде енді оны отрицать ете берудің қажеті жоқ. Бірақ біз оған спокойно относимся, да? Тем более еще Дарья Труднева как раз апрель айында не шығарды. Дополнительный продукт дейді, тағы да біз тегін алуға болатындай. Проработка жасаңдар дейді. Страхи какие, да? Вот панический страх, что ты заболеешь, какие-то установки, если только я буду ухаживать за собой или там өзімді өзім сақтық шараларын қолданып жүрсем ғана мен ауырмаймын, бірдеңе деген установкалардың бәрі просто установкалар. Мен үйтіп қалсам бүйтіп қалады, бүйтіп қалсам бүйтіп қалады деген. Сондай проработка жасап, мен тізімдерін қарадым, мен бірақ ешқайсысын не зацепила, потому что мен и так қорыққан жоқпын, шынымды айтайын бар ғой. Менде де мүлдем болған жоқ. Болезнь не существует. Аштым, қарадым, дедім да қойдым. Оның бәрі маған қажет емес дей болды. Жақсы, бүгінгі эфир өте керемет болды. Сізден жаңағы барлық ақпаратты молынан жеткізіп бердіңіз, барлық тренажердің ені барын тамырына дейін. Үлкен рахмет сізге. Аудиторияңыз өсе берсін. Мастер-китқа жазылушылар көп болсын. Барлық қазақстандықтардың барлық мен айтар едім бұл жерде біз өзгерістер бізде мүлде болмайды емес, өмір бойы бізде болады. Біз өмір күнде өзгеріп жатырмыз. Міне біз кеше март айының басында мүлде ойлаған жоқпыз осындай жағдай болады деп та. Өмір өзгеріп кетті, заман өзгеріп кетті, ғалам өзгеріп кетті да. Барлық өзгерді. Өзгерістер міндетті түрде болады. Бірақ біз сол өзгерістерді қалай қабылдаймыз, қалай өзімізде қандай сезімдерде боламыз, біз оны қарсылықтармен қабылдаймыз ба, біз оған дайын боламыз ба, болмаймыз ба, немесе біз өз өмірімізді басқарамыз ба, өз қалағанымыздай өмір сүреміз ба, әлде қаламаймыз ба, болған нәрсеге шүкіршілік деп қайтадан да шүкір деп, осыған да шүкір деп жүреміз ба, оның бәрі өзімізге байланысты екен. Қаласаңыздар, мастер-киттің обучениесін өтіп, өміріңізді өз қалағаныңыздай етуге болады. Ал қаламасаңыздар, әрине, естіп алдық бір рет, екі рет, сондай екен ғой деп біліп, сонымен жүре берсек те болады. Өміріміз бәрі өзгереді. А точкасынан Б точкасына біз бәріміз келеміз. Әйтеуір бір
может быть 5 жылда, может быть 10 жылда. Біреулер айтады ғой, мен путешествияға шыққым келеді, шыға алмай жүрмін. Біреу балалы болғысы келеді, бола алмай жүр. Бермей жатыр, Алла бермей жатыр дейді. Алла бермей жатқан жоқ, Алла бәріне бәрін беріп жатыр. Сен өзің ішіңдегі бір установкалар жібермей тұр балалы болуға, немесе бай болуға, немесе бір басқа бір күйге түсуге, да? Өзіміздің установкалар. Просто оларды алып таста. Алла ешқандай Алланың нәрсесі жоқ. Құдай бермеді, Аллаға жауапкершілікті артып қоюдың қажеті жоқ. Осы жерде мен де өткенде тағы да бір айтайын, Қуаныш Шонбай бар ғой, өте қатты сыйлаймын, ол кісі молодец. Өзін өзі жасаған тұлға, және елдің бәріне жақсы нәрселерді үйретіп жүр да. Енді ол прям мынандай проработка мынауды айтып жатқан жоқ, бірақ ойды ол күшті үйретеді. Сонда Айсұлу шығып кетті ау деймін. Ойымды аяқтай салайын бәрібір. Сонда айтады да, тікелей эфирінде, енді болмай жатыр ғой, Алланың қолында ғой деп, жаңа бір жігіттер сөйтіп жатыр ғой. Сонда не дейді? Сонда сен жауапкершіліктің бәрін Аллаға бұрып қойдың ба? Сонда кім оны қаламай жатқан? Алла қаламай жатқан жоқ. Алла әрқашан береді. Сен өзің қаласаң, сен өзің шешім қабылдасаң, Алла саған бәрін береді. Просто біз өзіміз шешім қабылдамаймыз. Біз өзімізде өткенде тағы да бір білімдер алып жатырмыз, көп жерден білім алып жатырмыз. Біз өзімізге шектеу қоямыз. Яғни біз қаламаймыз, біз таңдамаймыз, біз оны қорқамыз, біз оны бізге қажет емес деп санаймыз. Сондықтан біз просто не дейді, ол шешімді қабылдамаймыз. Менде де мысалы біраз адамдар бар осы жерде. Мастеркетті мен мысалға бірінші жыл емес қой айтып жүргенімді бірталай болды. Мен 3 жылдан бері осы блогты жүргізіп келе жатырмын. 3 жыл бойы өзім мастеркетке келгелі бері, айтайын енді сентябрь, октябрь айларынан бастап өзім нәтижелерімді жазайын деп орысша жүргіздім, жай жүргіздім, кейде анда-санда жүргіздім. Бірақ айтып келе жатырмын да. 3-ші жыл уже айтып жатырмын. Соңғы жылда мысалы көбірек айтып жатырмын. Соңғы жарты жылда одан да көбірек айтып жатырмын. Қазақшалап айтып жатырмын, ютубқа шығып айтып жатырмын да. Сонда адамдар сезеді, естиді, біліп жүр да. Бірақ оларда ішкі андай бір шешім қабылданбай тұрған сияқты. Маған қажет па? Мен істей алам ба деген. Мүмкін мен айтып жеткізе алмай жатқан шығармын. Адамда өзінде бір ішкі сезім болмайынша, ішкі шешім болмайынша, мен өмірімді түбегейлі өзгерткім келеді. Дәл қазіргі жағдай маған қанағаттандырмайды. Шүкір деп жүрге болады, шүкіршілік айту қажет, бірақ шүкіршілікте қалып қоюдың қажеті жоқ. Шүкіршілік ол барға қанағат қылуды үйрететін нәрсе. Біз ол туралы жаңа да айттық алдында. Мына жерде біреу комментарий жазып қойыпты, сонда шүкір демеу керек па деген сияқты ма? Деп менде былай өтіп кетті. Шүкір деу керек, бірақ шүкірде қалып қоймау керек. Ары қарай өсу керек. Алланың бізге беретін нығметі өте көп. Беретін сыйы да өте көп. Сұрауымыз керек, алуымыз керек, өзіміз соған әрекеттенуіміз керек. Алла бермеді деп айту мүлде дұрыс емес. Аллаға жауапкершілікті артып қоймаймыз. Жауапкершілікті өзімізге аламыз. Сол кезде ғана бәрі болады. Сен қалаймын десең бәрін жасайды. Алла айтады ғой, сен маған 1 қадам жасашы, мен саған 2 қадам жасайды. Даже 1000 қадам жасайды ол бізге. Просто сұрай білуіміз керек. Сұрамаймыз да ғой, сұрауға қорқамыз ғой. Сіз эфирді сақтайтын боламыз, иә? Эфирді жаңағы соңғы сұрақтарына жауап беріп жатырмын. Эфирді сақтайтын боламыз, және де жаңағы бір кісілердің сұрақтары бар, менде өшіп қалды. Сол жерден өзіңіз жауап беріп өтсеңіз арасында, или кетіп қалды ма уже? Менде өшіп қалды сұрақтар. Иә, сен қосылды деген нәрселер жерде. Амандасып жатырмыз, бәрі қосылды келді. Жайсан апайға мен айтып қойдым, қиын деген ол просто қазірше қиын болып тұр сізге. Ештеңе етпейді, біз хабарласыңыз, одан да өтеміз, ешқандай қиын ештеңесі жоқ. Барлығы уақытша. Иә, барлығы уақытша. Қазір білмей тұрған нәрсе бізге қиын. Жайсан апай жазып қойыпты, негізі мен өте баймын, бірақ садақа беремін. Берсе аламын, қабыл болсын деп. Дұрыс? Берген нәрсені қабылдайды білу керек. Кстати, алғашқы проработкалардың нәтижесін айтып неткен. Жайсан апай, сізбен де бір шығу керек еді эфирге. Жақын арада. Мастеркет деген не екен дейді. Мастеркет деген Сандуғаш. Апай боласыз ба ханым, Сандуғаш ханым. Мастеркет деген қазіргі кезде психологияның практикалық тренажеры, немесе бір IT программа дейміз оны. Өз-өзіңізбен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін программа. Осындай телефонға орнатып аламыз, немесе компьютерден ашып жұмыс істеуге болады. Ол жерде білімі бар, теориялық білім береді. Теориялық білімі, бірақ ұзын сонар лекциялар емес, 5-10 минуттық лекция емес, видео сабақтар.
айтып, автор осы методиканы ойлап тапқан Дарья Труднева деген авторы өзі сабақтарын үйретеді, ненің неге екенін түсіндіреді қысқаша ғана. Сөйтеді де ары қарай практика жасауға өзімізді бағыттайды. Ары қарай тренажер деген басы проработка жасауға кірісеміз. Ал проработка деп отырғанымыз өзімізге сұрақ қою, ең алдымен өзімізді қабылдау күйіне келтіру, яғни өмірде болып жатқан жағдайдың барлығын біз өзіміз құрып жатқанымызды сезініп, яғни барлық нәрсеге менде жауап бар деген сезімменен келіп, жаңағы болмай жатқан нәрсеңді қабылдай білу. Соны қабылдайсың. Қабылдап болған кезде әрине бізде нервный напряжение өседі. Шынымен мен осы жағдайды өзімнен ба істеп жатқан, мына ауруды, мына бір жоқшылықты, мына бір кредиттерді, немесе ажырасып кеткендер, мен жаңағы күйеуімнің осындай қылықтарын мен ба сонда деген сияқты нервный напряжение көтеріледі бізде. Дәл осындай бір күйді психологияда нервный напряжениенің біздің күйіміздің ауытқулары болады да, ары бері сол ауытқуларды дұрыс пайдалану арқасында біз нейрондық байланыстарды өзгертеміз. Сол күйден нервный напряжение болып тұрған кезден стресс күйімізден проработка жасайтын бір сөздері бар тренажерда, соларды айту арқылы біз успокоение келеді, өзімізге бір инсайт, түсінік келеді. Сол түсінікті қабылдаған кездерде бізде жаңағы Айсұлу айтқандай күшті эйфория, көңіл күйге көшетін бізде. Сондықтан біз жаңағы стресс кетіп, бұның нәрсенің барлығы өзім екен ғой құрып отырған, оның себебін өзінде жойған кездерде, оның бір ойдың орнына екінші ой келіп қалыптасқан кездерде бізде шынымен көңіл күй қатты өзгереді. Сол көңіл күйменен проработкадан кейін әдемі болып жүреміз. Қысқаша түсіндіре кетейін, аксиома 1.1 дегенді қалай түсінуге болады дейді. Все, что в моей реальности, это мои подсознательные желания деп түсіндіріледі. Аксиома 1.1. Бұл, мысалы үшін, сіз өзіңізді кінәлау үшін айтылып тұрған жоқ ол. Бұл сіздің түп санаңызға установка болып қалайдан жазылып қалды, сіз өміріңізде соны қайталап жатсыз. Солай көруге болады бір жағынан. Екінші жағынан сіздің осы уақытқа дейін сіз кімдерден қандай ақпарат біліп келдіңіз? Мысалы үшін бала кезіңізден бастап байға қатысты сіз қандай образ, байларды қалай көресіз, сіз образы қандай, немесе кейде жаңағы бай болудың, бар болудың образы сіздің көзіңіздің алдыңызда қалай, соны сіз түп санаңызға қалай жазылып қалды, сіз өміріңізде қазір қайталап жатқаныңызды түсіндіреді. Сіз ол установкаңызды өзгерту арқылы сіз жаңағы өміріңізді өзгерте аласыз. Күшті түсіндірдім, молодец. Сен де опытный болып қалсың ғой, Айсұлу? Рахмет. Молодец. Мына жерде Шынар салон красоты дейді. Қалай шығаруды, яғни сіз не үшін айтпайсыз? Сол іріңді шығаруды қазақша неге түсіндірмейсіз дей ма? Біз ірің деп отырған жаңа установкамыз ғой, кез келген проблеманың түбінде бір біздің ойымыз жатады, ой тұжырымыз жатады. Реніштің де, қорқыныштың да, жаңағы бір ауру болсын, басқа бір жасап жатқан нәрсенің бәрінде біздің ойымыз. Ірің деп отырған сол жаман ой. Мысалға позитивті психологияда айтады, жаман ой келді ма, қуып таста дейді. Кетіңдер, ойламаймын олай деп просто айтып таста дейді. Просто айтқанымен ол кетпейді. Мен мысалға сізге қазір айтып түсіндіру мүмкін да, ол сіздің ойыңыз екенін өзіңізге айтып жеткізіңіз деп айтамын. Айтып жеткізе аласыз ба? Өзіңізше айтып жеткізіп істеп көріңіз. Бірақ біз оны, бар ғой, біздің ойымыз сондай бір жылдам, жүйрік. Сіз оны айтып жеткізіп жатқан кезде миллион басқа ойлар келіп жатады. Былай деп, анаған подтверждение беріп жататындары бар. Ал тренажердің артықшылығы неде? Сіз басқа ойдың бәрін өшіріп тастайсыз. Тренажер құлағыңызға прям наушникті тығып аласыз. Ана тренажер сізге қақсап айта береді. Ол сенің ғана ойың, сен ғана солай ойлайсың деген сияқты. Айту арқылы сізде шынымен мынандай инсайт болады. Сіз ол тренажердің артынан өзіңіз қайталайсыз, ол сізге айтып тұрады. Ол еще шаршамайды ғой. Сен тоқтатқанша жаңағы тренажер болды, түсіндім дегенше, ол қайталай береді. Сол қайталау роботтың дауысы бізге миымызға қанша дегенмен әсер етеді. Сондықтан бұл методиканы сол тренажермен істеген пайдалы. Себебі ол бізге айтып жеткізеді. Бұл сенің ғана ойың деп. Сен сол кезде барып түсінесің. Шынымен мен ақ екен ғой деп. Бір инсайттар сол кезде келеді. А мен өзім қазір мысалы бірдеңені айтып алып, қойшы, ол мен ғана ойым ғой, бүйтіп ойламаймын деп айта салсам, ол кете қоймайды ол ой. Былай. Онымен кішкене отырып жұмыс істеу керек. Ол несі? Бағасы қымбаттады ма мастер-киттің дейді. Мастер-киттің бағасы ешқандай да қымбаттаған жоқ. Бұрын ол 4 деңгейі болатын. Мысалға өткен жылға дейін да, оны білетіндер бар, білмейтіндер бар, полный пакеті сондай болады. 5-ші деңгей қосылған соң, оның бағасы қазір 59 мың рубль болды. А бұрын 38 640 рубль болатын. Бағасы рубльменен бір қалыпта, ешқандай өзгерген емес. Қазір 59 мың рубль.
оның қымбаттап жатқан себебі өткен аптада мысалға курс рубля 5-6 болып тұрады. Бүгін алып жатқандарды мен жаңа қарадым 5-88 болыпты. Просто соған қарай теңгенің курсы ойнайды. Сөйтеді теңгеменен сәл қымбаттауға түседі. Өткен бір ай бұрын мысалы март айында 5-2-ге шейін түсіп қалған еді курс. Ол кезде вообще 350-ге дейін ба 347-48-ге де алуға болатын тұғын. 1000 теңгеге да. Соған байланысты курсқа байланысты. Атақ мастеркиттің бағасы сол 59 000 рубль. Бірақ бөліп төлеп алуға болады. Әр деңгейін бөліп сатып алуға болады. Сондай бір ерекшелігі. Қосымша айтып өтсем бола ма? Сұрақ қойып кетті тоже. Жаман ойға кет деген сайын келе береді ғой дейді. Жаман ойды қуғанша ойды қабылдаған дұрыс. Я маған солай ойлауға болады. Мастеркитте солай жазылған ғой. Я маған солай ойлауға болады. Сол ой арқылы ойды мен өзім ойлап таптым деп өз-өзіңе жаңағы подтверждение бересің дейді ғой. Сол кезде ғана сен өзіңнің жаңағы жаман ойына я дегеннен кейін барып қана ол ой тоқтайды. Мүмкіндік бергеннен кейін. Оны қабылдайсың, оның себебі болады ғой, себебін түсінесің. Ол ой қайдан келді, не үшін келген еді. Оның барлығын себептері бар. Ол ойдың келуінің кезінде бір пайдасы болған. Біздің әр жазылған тұжырымыз, әр ойымыздың кезінде бізге пайдасы болған. Соны түсінесің, соны түсінген кезде біз өйткені ол ойлар біздің ой тұжырымыз, ол біздің тәжірибеміз. Ол бір басқа жақтан келген жоқ. Біз оны көрдік, өзіміз сендік, жазып алдық. Біз оны телевизордан көрдік, біз оны кітаптан оқыдық. Ата-анамыздан естідік, досымыздан естідік, телевизордан естідік. Естігендіктен сол ой бізге отырды. Ол жайдан жай келген жоқ бізге. Біз өзіміз қабылдадық ол ойды кезінде. Соны біз дұрыс екен деп, сондай болады екен ғой деп қабылдадық. Сондай кездерде ол эмоционалды түрде жазылады ой деген бізге. Немесе қайталау арқылы жазылады. Күнде 2-2, 4, 3-3, 9 деп жаттаттық қой мектепте. Мынау А, мынау Б деп қайталау арқылы жаттаттық. Немесе бір ойлар бізге прям эмоционалды бір қорыққан кезде жазылатын ойлар. Вау, күшті екен деп жаңа бір эмоционалдық күйден нетеміз ғой. Ана бір свадьбаны кішкентай қыздар мысалға да тұрмысқа шығуды не үшін жақсы көреді? Свадьба дегендер ана кішкентай кезінде келіншек деген бір әдемі болып жүреді ғой. Соны көреді, осындай менде тойым болса екен деген сияқты. И сондай ой ойда қалыптасты. Тұрмысқа шығу керек. Мен де осындай бақытты боламын, мен де осындай сұлу болып жүремін деген сияқты. А кейбіреулерде жаңа жаман бір картинаны көріп қалған. Күйеуі әйелін ұрып жатқан, немесе екеуін ұрсып жатқан, әке-шешесінің даже ұрсып жатқан. Эмоционалды түрде шарт етіп жазылып қалады. Сен оны сақтауың мүмкін емес. Мысалы, есіңнен шықты кетуі мүмкін кейін. Бірақ бізде уақыт бітіп жатыр дейді, 20 секунд қалды дейді. Бірақ ол жазылып қалды. Ол ойды сосын жою керек. Сен оны кейде білмейсің. Тұрмысқа шыға алмай жүрген қыздардың көбісінің ой жаңағы себебі осындай. Яғни ол бір қайтадан кіреміз мүмкін. Эфир сақтаймыз, қайтадан кіреміз ба или қалай істейміз? Жоқ, жеткілікті шығар қазір уже бізде. Жеткілікті, өте қуаныштымын. Ал құрметті оқырмандарым, тікелей эфир аяқталды. Тікелей эфирдің бас жағын Айсұлу ханым парақшасынан көре аласыздар. Мен қазір оны белгілеп қоямын. Біз әңгімемізді сол жақта бастаған болатынбыз. Сосын жаңағы дауысымыздың жаңғырып кетуіне байланысты менің парақшама өтуге бел шештік. Сөйтіп ары қарай әңгімемізді менің парақшамда жалғастырдық. Пайдалы ақпарат алған шығарсыздар деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса тағы да қойыңыздар. Барлығына осылай күнделікті шығып жауап беруге дайынбыз. Мен өзім жаңағы бірге болған Айсұлу ханым, Айсұлу келіншекке жап-жас қыз ғой, былай қарап отырсақ, өте ризамын. Өзінің өмірін жас кезінен гүл қылып, осындай күшті керемет білім алып, өз өмірін басқарып отырған. Барлықтарыңыз солай ете аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Просто өздеріңізге рұқсат беріңіздер. Сізде де барлығы жақсы болады. Өз қолдарыңызда қандай банально болса